Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаһаннамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен жаһаннамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха, өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да, мысалы, үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді ол күні. Мүмкін кешіреді Раббымыз. Алла Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана айдалып әкеліп жатқан кезінде жаһаннамға қарай дейді. Ойлаңызшы. Сосын ана жаһаннам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хозанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі: сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? Ятлуна алейкум аяти роббикум. Өз іштеріңнен елшілерің келмеп пе еді? Раббыларыңның аяттарын оқымап пе еді сендерге? Қанша жыл өмір сүрдіңдер жердің бетінде? Вайунзирунакум лиқаа яумикум хаза. Сендерге ескертіп пе еді? Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескертпеп пе еді? Қолу бәлә, ескерткен еді деген. Сондай жеңілген дауыстар шығады. Жеңілген, мойындаған. Басқа бір аяттарда Алла Тағала айтқандай: Роббана абсорда, Раббымыз көзімізді жетіп тұр қазір. Қазір естіп тұрмыз біз. Тозақтың даусын да естіп тұрмыз. Фаржиғына, Раббымыз қайтаршы бізді. Мағмел салих аламал істеп келейікші. Намұқинун, біз қазір көзіміз нақты көріп тұр, Раббымыз бізді қайтаршы. Сондағы Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы, өйткені оның хақысы берілмеді. Иқсау фиха, тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Уәлә тукаллимуни, сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқатты. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға: сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадірімді, менің құранымды. Біз де бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен. Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар.